Қарша қыз бен жеті ергежейлер ертегісі. Қыстың бір күнінде ханша терезенің алдында тігін тігіп отырады. Тігін тігіп отырып ол осы жауып тұрған қардай аппақ, екі беті алмадай, терезенің жақтауындағы ағаштың қаралығындай қап-қара шашы бар сәбиім болса ғой, деп ойлайды ол. Көп ұзамай ханша дүниеге қыз әкеледі. Қызы қардай аппақ, екі беті алмадай, шашы терезенің жақтауындағы ағаштың қаралығындай қап-қара еді. Ханның қызын қарша қыз деп атады. Алайда қызы дүниеге келісімен ханша қайтыс болады. Бір жылдан кейін патша екінші рет үйленеді. Жаңа ханша сұлу, тәкаппар, зұлым еді. Ханша айнаға қарап көп отырды. Айна сиқырлы еді. Ол сөйлей алатын. Айнам, айнам, менен асқан сұлу бар ма, жоқ па? Деп өз сұлулығына өзі таңғалып отыратын. Айна әрқашан сұлулардың сұлуы сіз ханша, деп жауап беретін. Қарша қыз бой жетіп, жылдан жылға ажарлана түсті. Бірде ханшайым айнасымен ойнап отырып, қарша қыз өзінен де сұлу екенін естіді. Ашуланған ханша күтушісіне ханның қызын орманға апарып ағашқа байлап тастауын тапсырды. Ол орманға апарғанмен байғұс қызды аяп, байламай бос жібереді. Қарша қыз орманды кезіп көп жүрді. Келе жатып бір кішкентай үйшікті көрді де, тынығып алайын деп ішіне кірді. Үйдің қақ ортасында ақ дастархан жайылған кішкене үстел тұрды. Оның үстінде 7 кішкене тәрелке қойылған. Қабырғаға таяу 7 төсек тұр. Қарша қыз соның біріне жатып ұйықтап қалды. Күн батқанда үйшіктің иелері 7 ергежейлер келді. Олар тауда кен қазып келген еді. «Құдайым-ай!» деді олар. «Неткен әдемі қыз еді!» Қуанғандар соншалық қызды оятуға батылдары бармады. Таңертең оянған қарша қыз ергежейлерді көріп қорқып кетті. Ал олар өте сыпайы болып шықты. Қарша қыз өгей шешесі өзін өлтірмек болған айтып берді. «Біздің үйіміздің бар шаруасын мойныңа алып, тазалап тұрасың ба?» деп сұрады ергежейлер. «Келіссең, бізбен тұруыңа болады». Қарша қыз қуана келісті. Қатыгез өгей шешесі айнамен ойнап отырып, «Менен асқан сұлу бар ма, жоқ па?» деп сұрады. Айна, «Сіз сұлусыз, бірақ ергежейлермен бірге өмір сүріп жатқан қарша қыз сізден де сұлу», деп жауап берді. Іші күйген өгей шеше іштарлықпен өзінен асқан сұлу қыздың көзін құртпақ болды. Улы алма дайындап, өзі шаруа әйелдің киімін киіп, 7 ергежейлер тұратын үйге келеді. «Қып-қызыл алма сатамын», деп қыздың есігін қақты. Қарша қыз терезеге қарап, «Мына қарапайым кісіні кіргізуге болатын шығар», деп ойлайды. Есікті ашып, алмасын сатып алды. Бір тістегені сол еді, есінен танып жерге құлады. Ергежейлер үйіне келгенде демсіз жатқан қарша қызды көрді. Олар табыт жасап, қызды ішіне жатқызып тауға барып қойды. Ол табытта жата берер ме еді? Тап сол кезде осы орманға жолы түсіп, бір ханзада келе қалды. Ол таудағы табытты, оның ішіндегі қарша қызды көріп, ергежейлерге: «Мына табытты маған беріңіздер. Мен сұлу ханымға ғашық болып қалдым», дейді. Мейірбан ергежейлер көздерінің қарашығындай күтіп отырған қарша қызды ханзадаға береді. Ханзаданың күтушілері ақырын жүріп табытты әкеле жатты. Келе жатып, олар бір бұтаға шалынып кетті. Табыт шайқалғанда қарша қыздың көмейіндегі улы алма ытқып шықты. Ол көзін ашып, басын көтеріп, өзі де орнынан атып тұрады. «Мен қайдамын?» деп
дауыстап жіберді қыз. Оны естігеніне қуанған ханзада «Сен менің сарайымдасың» деп қызға болған жайды түгел баяндап береді. «Мен сені қатты жақсы көремін, маған тұрмысқа шығасың ба?» дейді. Қаршақыз келісімін берді. Ханзада мен қаршақыз дүркіретіп үйлену тойын жасады. Ертегі ұнаса парақшама жазылуды ұмытпаңыздар. Лайк басып комментарий жаза отырыңыздар.